in a back, Kim in a bebek, Kim a come on a bebek, Kim a tam on a bed, Kim on a bed, to my feet, to my farm on a fed. Fuck to my feet, him in a salmon and set. Set back to my fall, I'm in a cam and a clap. Clap to my clam and a jam and a glad. Slow man, I see when I'm a tam and a glad. Blue and a blab and I'm a palm and a bed. Back to my foreman and farm and a falling. Forth to my feet, him in a fab and a calling. Beja, I want a beja. I want a beja. Мен шаршадым-ай. Осы үйге бір менің қолымды ұзартатын бір адам керек. Мен тоқал алмайм. Ой, сені кім айтып жатыр? Дәмесінің зорын тоқал алмайм дейді ғой. Мына баланы айтам, қашан келін әкеледі, қолымды қашан жыл суға малады деп. Балам, мамаң өте дұрыс айтады. Үйленсең, көп нәрсені үйренесің. Міне мен мамаңа үйленгелі бері, қазір өзім тамақ істей алам, үйді жинай аламын, кірді жуып аламын, мусорды төке аламын, айтшы. Бәрін білем. Мама, папа болды, әңгімені ауыстырайықшы. Қыз деген мына есіктен өзі келе қалмайды ғой. Мама, көршінің қызымын дейді. Сәлеметсіздер ме, сіздерде тұз бар ма? Бізде тұз бар. Сенде жігітің бар ма? Жоқ. Ой, айналып кетейін. Кел отыр, неғып тұрсың? Ойбай, шайға отырсайшы. Көршінің қызымын дейсің ба? Жоқ, рахмет, нанау істей салайын. Әнеки көрдің ба? Бүкіл қазақтың салт дәстүрін біліп тұр. Сен салт дәстүр жақсы білесің ғой деймін, мына қазіргі біздің жастар бағау салт дәстүр былай тұрсын, өзінің жет атасын білмейді. Ой, мен өзім жет атам түгіл, нағашыларымның жұмыстастарым тіпті ана үнді сериалындағы Пратханта жет атасын білем. Ойбай, сен сол сериалды қарайсың ба? Иә. Қарасаң айтшы, мына Лапшмидікі дұрыс па, әлде Матхудікі дұрыс па? Әрине Матхудікі дұрыс. Жұрт айтса айта береді. Құдай, көктен іздеген неужели жерден табылды? Неужели мен өзім сыңарымды таптым? Келші қарағым, шай ішейік, отыр. Мен бар ғой саған кастинг жасамайым. Сен шай құятыңа бар ғой 100% гарантия берем. Кел, шай құй. Отыр. Сізге сүтпен ба, сүтсіз ба? Маған сүтпен. Түх, мына қыздың пысығына көрдің ба? Шайды бүйтіп беріп жатыр. Мынадай қылып шай құйған қыздан бар ғой тамақтың түр-түрін істейтін келін шығарады. Мен тіптен бар ғой сен тамақ істеуге тексермеймін. Ал енді рұқсат болса мен кете берейін, е? Тұз бар болса? Ойбай, қайда сығасың? Тұз қоя тұрш, тұз деп қоймадың, тұз табылады ғой. Сен негізі мына адаммен тез тіл табысады екенсің, е? Мына біздің Атырау жақта бір нағашыларымыз бар. Ой, мінезі өте тік. Не зәтті? Мә, қасқа. Туысқандарыңыз алыста екен ғой, е? Сосын барға мына Тайлақжанның бөлелері бар, бір алыс, туған емес. Соларына Павлодар жақта тұрады-ау. Да вы что? И там у вас родственники есть? Ойбай, мына қызың любой жердің қазағымен сөйлеседі ғой. Әй, келінжан, бетейік. Ұзын сөздің қысқасы мына Тайлақ екеуің тойыңа қанша адам келек списігін бүгінен бастап жазып қою керек. Қайдағы келінжан? Қайдағы той, қайдағы список? Менің күйеуім бар? Ойбай, жас сұрағанда жігітім жоқ дедің ғой? Енді сіз жігітің бар ма дедіңіз ғой? Жігітім жоқ, күйеуім бар деп айтуға үлгермедім. Бәсе бұз, не деген опыт, не деп отырсың? Әй, онда сен мына саусағындағы жүзігіңді қайда? Сен бізді алдап отырсың ғой? Жүзікті ломбардқа өткізгенбіз. Ломбардқа өткізін дейді. Соны ұялмай бізге айтып отырсың ба? Отырмайсың ба күйеуінің қасында? Не бар шошаңдап көрші үйден тұз сұрап? Соны мақтанады ғой ломбардқа өткізіп қойған деп. Бар кет үйіңе. Сонымен тұз бар ма? Жоқ. Көршінің қызы керемет еді күйеуді оның жақсы адам. Оны үйден неге кетеді? Мамама менің жақпағым. Өзің ғой қызды таба алмай жүрген, жаба өзіңдай оңбаған. На-на-на-най, на-на-на-най, на-на-на-най. Артыңда Ардақ Арықбаев, артыңда машине. Самолет тоқтатқан құсатпай жөндеп тоқтатшы.
Лейтенант Арапов, құжаттарыңыз. Так. Ассаламағалейкум. Қалайсыз? Жақсы. Мәке таныдың ба? Таныстырып қойып пең мен айттым сен. Мәке бұл кісі актер ғой. Маған не? Қай күні оға түсің? Көшпенділерге түстің ба? Жоқ. Енді железін Челабек? Жоқ. Или неге түстің? Бұл удостоверениеден басқа ештеңеге түспеген жақты ғой? Мәке қойшы оны. Киноға түспесе де 7-ші каналдың сериалдардың барлығына түскен. Маған. Мен қызым жақсы көреді. Маған деме. Мен қызың жақсы көріп жүріп алмай ма енді? Қызың жақсы көретін жұлдыздардың бәрін осы жерге жинап отырайық онда. Жоқ, қазір қызым келеді, суретке түсіремін де жіберем. Мақұл ма? Болды, братан. Так. Актермын де. Иә. Так, онда маған серіктес боласың қазір. Жоқ, братан, съемкаға асығып баратырмын. Бізде де съемка болайын деп жатыр. 2-3 жылда не планың бар? Ешқандай? Ештеңе пландамай-ақ қой. Брат, мынау қаяқтан пайда болды? Так. Ауыр болсын. Біріншіден, сен фамилияң Қарынбаев па? Жоқ. Онда мен саған брат емеспін. Екіншіден, сен мәшінең астына мен әкеп тастаған жоқпын. Үшіншіден, 5000 деп отырмын. А? 5000 деп отырмын, сондай деп отырмын. Аға, келсек? Енді мен келсем мына, бірақ мынаға не дейсің енді қарасай? Аға, мін. Енді осыны айтып тұрмын ғой мен де соны. Түсінсең болады ғой. Болып кете бер, скорыйға өзім хабарласам ғой. Жақсы. Жарай ма? Жақсы. Артқа бере, тағы бір өтіп өтпес. Бол. Жақсы. Кетіп қалсын кәз қояды. Құжаттарыңыз бола ма? Неге повороттан бұрылған кезде поворотник жақпайсың? Жақтық қой, братан. Қашан жақтың сен? Көрмедік қой. Қосшы жүр. Машинеңнен шықты, аварийкін қосшы көрейік. Жүр, өз Мен постоянно бұрылып жүрген жерімде, брат, мен өз жерден ұмытым, мүмкін емес өз жерден. Ой, Ой, нағым мен? Теппесей жынтсың ба? Сен мен аварийкін жанбай ма десем, көзіңде жанбай деген ғой сенің, Адам қақып кетіпсің ән. Қой, қашан болған жағдай, брат, мынау? Былтыр болмаған шығар енді, қарасақ әлі несі бар ғой. Мен қақтым да қазір. Енді сен қақпағанда же? Қой, көзің көрмей деген ғой сен кәдімгідей. Братан, келсек, брат. А? Келсек. Келсек та? Енді бағанан бері мынаны көрсетіп тұрмын ғой саған. 4 па? 4,5 ғой, қарсы біреу бүгілі тұр ғой. Адам басы 4,5 болып отыр ғой. Братан. Милиция шақыр, братан. Келмейді олар. Жат шығып жатыр. Охо, бауырме, 2-3 жылда не план бар еді? Қарасай анан. Жаңа ғана қақты қона, аға? Қайта қалға беретін ақша жоқ оны. Қашан қақты не қой? Жаңа қақып кеттім, қатып киім ауыстырып қоймесің мұнан? Ол емес бұлай. Уақытым жоқ аға, мен таксовать етіп жүрмін. Ал анан, мен кетем. Алшы анан. Бір 2-3 теңге тасып кетсей? Ақша жоқ, жаңа берді қой, алсайшы анан, кетет. Алшы бұлай. Болды, тұра бер, біліп қой. Бопты кет. Жігіттер, мыналарың қате болды. Ну, чё за адамды өлтіретін болдың ғой, жұмысқа кешіктің ғой. Братан, сен үшін бәрі түсіндің ба? Өлтіретін болдың ғой, өлдің ба ақшаға? Мына кісіге де ақша беру керек еді. Еттік сол ақшаны. Ақша беректе еңбегі бар ғой дейді. Әртіске бұдан артық сияқы жоқ. Ешқандай сияқы жоқ бұдан артық. Еттік қос көрдім. Хотя бы қызмен селфилетіп жібере керек еді. Айнур, убери телефон. Жан, біз пробкаға тұрмыз ғой, қазір кафеге жетіп алайық, сосын телефон тастай. Айнура, мы уже приехали. Кофе, шай не қалайсыз?
А, жоқ, маған не, мохито, суши, содан кейін, а чё, сіздерде даже меню жоқ па не? Айнура, мы вообще-то у врача. Доктор? Да. Мен бар ғой, мойныма бір нәрсе шығыпты да. Мен 4 ай болды, мына жеріне сәсі өтісіп жүрген, пожалуйста, қарап. Айнура, көмектесіңізші маған. Айнура, это психолог. Мы пришли лечить тебя от интернет-зависимости. Чего? Меня лечить? Ха! Инстаграм деген ауыр емес, Инстаграм деген күшті түсін ба? Так, понятно. Инстагорячка. Өте ауыр деңгей. Айнұр, кешіріңіз. Убери телефон. Назар аударыңызшы мына суреттерге. Кішігірім тест өтіп шығайық. Мына суреттен не көріп отырсыз? Пакет сурет. Мынаған даже наращивание ресниц комментарий жазбайды. Назгүл Сергеевна, бізді 2 сағат бойы мазаламаңыз. Мында қызыл деңгейдегі инстаэпидемия. Бүкіл терезелерді жауып ұстап, Wi-Fi-ді өшіріп тастаңыз. Рахмет. Доктор, неужели все так запущено? Запущено, загружено, накручено. Ал енді лайк жинап жатыр. Дай телефон. Ал Айнура, процедурамызды бастайық. Дайынсыз ба? Аха, бастайық. Ой, доктор, сіз мен ұрыватсыз деп ойлап қалдым, пожалуйста, шеңіп жазбай қойыңызшы пока. Жарайды. Жылдар бойы жаттыққан инста-рефлекстер. Сіз не мен специально инста-нервтеріне ұрыватсыз ба? Босатындар мені. Байқадыңыз ба? Қызымызды емдеу керек. Ода что говоришь, не расслышала синдрома? Как это? Скажите что-нибудь. Айнура, я люблю тебя. Что ты говоришь, не расслышала? Көрдіңіз бе? Бастапқы кезінде дымда байқалмайды ол. Бірақ кейінірек айналаның бәрі фонға, туысқандары бәрі аккаунтқа айналады. Және де тек қана виртуалды әлемде өмір сүретін болады. Бұл өте жұқпалы. Мәңіз, киіп алыңыз. Нет, спасибо, не надо. У меня иммунитет. Жарайды. Айнура, что ты делаешь? Дай сюда телефон. Телефон. Да я Wi-Fi выключи. Wi-Fi деген сөзді мүлдем айтпаңыз. Өйткені ауруда сықындырып жібереді. Достар, жарты сағатқа интернеттен шығып кеткен үшін кешірім сұраймын. Енді точно қайталанбайды. Себебі мен оған виноватыларды таптым. Давай, Гена! Давай, Гена, покажи этой балерине, что такое бокс! Ойбай, не істедім? Неге ұрдым десейші? Серикбол, ну что ты маячишь, как соперник Гены Головкина? Сядь, а! Әке, кешіріңізші. Мен бүгін мектепте бір баламен төбелестім. Төбелестім. Подрался. Молодец, сынок. Моя копия. Никого не бойся. Ол ештеңе емес қой. Мен ұрған баланың көзі көгерді. Кугерт. Голубу. Ты сби... Кугерды синяк вот. Сынок, завтра в зеркало будет смотреть и тебя вспоминать, так что все нормально. Моя копия, молодец. Неге қуанып жатсыз? Ол әкесін ертіп келем деді. Отца я беру на себя. Выйду, двоечка его. И спит он. Так что не переживай, қорқпа, балам. Сіз оның әкесінің кім екенін білесіз ба? Тренер Ғабит. Да. Әке, кешірші, енді қайталанбайды. Ну, конечно, қайталанбайды. Это же Ғабит тренер. Что делать? Мамочка, что делать? Алло, я Унаев көшесі 42. Зачем ты адрес говоришь? Ну... Қорқпаш, әке, бір мәнісі болар.
Қорқпа, это знаешь, когда ты сына парикмахера избил. А здесь по-настоящему қорқу керек, понимаешь, по-настоящему. Мен кінәлімін, мен жауап берем. Бірақ сіз барда неден қорқам? На самом деле, ты прав. А что бояться, когда у тебя такой батя? Пусть идет, пусть идет. Встречу достойно. Давай. Я болею. У меня температура, я спать. Adın gibi? Серікбол. Серікбол. Серікбол ма? Әкең атың? Марат. Марат. Қайдан Марат? Әке! Вот так! Бергенсен, вот именно сюда, Бергер! Встань сюда! На! Эй! Ну, точно Марат па? Я? Я, если что, занимался по системе Серика. Сапиева. Хоп-хоп-хоп. Эй, Марат! Так, давай. Да у меня левая! Кирпичи бьет! Да. А это правая. Марат! 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 Рахмет саған, Марат. Рахмет. Иә, сенің балаң менің баламды ұстап, қазақтың жаман оққан үшін. Осылай тәрбиелеу керек балалар. Дұрыс емес пе? Дұрыс. Сенің тәрбиең мықты. Красавчик. Рахмет саған. Рахмет. Балаң мынауыз. Рахмет. Балалар, бергендер. Бергендер. Так, короче, балам, бәрі нормально. Мәселені шешіп тастадық. Ол уайымдама. Жақсы, давайте аман болыңдар, біз кеттік. В следующий раз ешкімге вообще тиіспе, понял? Жарайды. Папа, ты красавчик. Пошли. Не, ну ты видел, как я? Твердый Б. Сел сразу, после конца. Сәлем достар, мен Данчо, менсіз ауылда ешқандай вечеринка өтпеген себебі мен вечерлардың королімін. Братишка, қалайсың? Ойынғы, брат. Вау! Айжан. Фу, Данчо, чистишь ма? Жуымыш үші, пара еха. Жоқ, жуымаш. Құрмет достар, вечердің гүлі, яғни королі болғыларыңыз келсе, мынадай ақыл кеңестерге құлақ түріңіздер. Данчо, не ақ тұрсың? Кетік билікті аяқты екі қызбен билеп тұстағасың, ұш. Вечеринкада ойын ойнағанда ойынның шартымен танысып алған жөн. Әйтпесе? Тағы да атылдым. Болмайды онда келесі жылы өзім таратам. Қайта қыз шешінбейтін бе? Сен ойын ережесін білесің бе? Жоқ ой. Ол қазір ұлғансаң кейіне береді, теліп, сасың. Прикол. Келесі кеңесіміз анекдот айтып жатқанда су тамақ ішпей-ақ қойыңыздар. Себебі? Өткенде лақтырып кеткендер не енді? Қандай лақтырып? Лақтырып кеттіңдер. Я, менде анекдот бар, менде. Баяғыда бір жираф болған ғой, диплом бар. Сол кран болып жұмысқа тұрыпты.
Галек! Кешір, брат, кешір. Брат. Келесі кеңесіміз вечердің соңында ұйықтап қалмаңыз.